Сәлеметсіздер ме? Мен сіздерге қазақтың белгілі ақынның өмір жолымен өлең шумақтарын айтып беремін. Қазақтың маңдайына біткен ақиқ ақындардың бірі Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев. Азан шақырып қойған аты Мұхаммед-Қали. Бала кезінен білімге құштар, әдебиетке жүрегі жақын болды. Қазақ поэзиясында өзіндік жарқын із қалдырып, әртүрлі жанрда өлең шумақтарын шығарған. Өлеңдерінің мәні мен мағынасы терең ой қалыптастырып, жадымызда мәңгі сақталады. Мен сіздерге ақынның өзіме ұнайтын туындысын жатқа оқып берейін. Мұқағали Мақатаев «Отан». Мен оның түнін сүйем, күнін сүйем. Ағынды өзен, асқартау гүлін сүйем. Мен оның қасиетті тілін сүйем. Мен оның құдіретті үнін сүйем. Бар жәнігін сүйемін қыбырлаған. Бәрі маған отан деп сыбырлаған. Жаным менің кеудемді жарып шықта, бос торғай бол оны шырылдаған. Отан, отан, бәрінен биік екен, мен оны мәңгілікке сүйіп өтем. Сіздермен бірге болған мен Дәулеталия 176-шы мектеп гимназиясының 3-ші Б сынып оқушысы. Жетекшім Салимханова Гүлнар Қадырханқызы. Келесі кездескенше сау болыңыздар.